Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ішмайдан тоңмай жасаймыз. Бұл бізде қойдың ішмайы. Ішмайдағы артық заттарды алып тастаймыз. Яғни көбінде осы ішмайда бездер көп болады. Мен алдын ала оларды тазалап, жуып дайындап қойдым. Тоңмайды осылай қатырып алған соң бөлшектерге бөліп шетінен қолдана беруге болады. Және артық қалдық қалмас үшін барынша ұсақтау етіп тураған дұрыс, немесе ет тартқыштан өткізуге болады. Дүкеннің майларынан қарағанда осы жануардың өзінің майлары біз үшін, организм үшін өте пайдалы. Осыны ерітіп, көбінде самса жасауға, тамаққа қосуға болады. Міне өте ұсақтау етіп турап алдым. Немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Ал енді плитаға қоямыз. Орташа немесе баяу отқа қойған дұрыс. Осылай араластырып тұрып, ерітіп алдым. Міне әбден қызартып, қуырып алдық. Осылай су шығады. Ал енді сүзгіштен өткізіп аламыз. Егер бұдан да майда қылып турасаңыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыз, осындай қалдықтары өте аз шығады. Майды ерткен соң тез арада құйып сүзіп алған дұрыс. Банкіге немесе өзіңізге ыңғайлы ыдысқа сүзіп алыңыз. Кішкене уақыттан кейін осылай тоңып қалады. Осы тоңмаймен самса істегенде өте керемет шығады. Самсаға, қаттамаға қосуға болады. Сіз де осылай жасап қойыңыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және парақшаға тіркеліп алыңыздар.